Тағы да сәлеметсіздер, қош келдіңіздер. Біздің Назарбаев зерттеу мектебіне менің аты-жөнім Жандос Серікбайұлы, математика пәнінің мұғалімімін. Биыл маған 20 жыл болды мұғалім болғаныма. Енді қазір қоғалтын бақсай. Бастайық. Мен неге табысты мұғаліммін? Мұғалім болған адамның өзі табысты. Біріншіден. Екіншіден, мен неге табыстымын десем, өйткені біріншіден, мен математиканы жақсы көремін. Мен кішкентай кезінен математикамен айналыстым. Математиканың жанында болдым. Негізі математика емес адамда, ол математиканың арасында жүр. Қандай есептердің арасында жүр. Математиканың баланы жақсы көрсету үшін, жақсы көру үшін ең біріншіден бізге математиканың оңай екенін білдіре білу керек. Математика оңай, ол қызықты екен, әрбір қызықты жолдарын өзіміз қазір айтып жатырмыз. Жаһандық азаматтық деп айтып жатырмыз. Соның бәрін қоссаңыздар, математика керемет ғылым. Оған себеп ата-аналар жиналысында кейбір ата-аналар маған келеді. Менің балам математикадан есеп шығармаушы еді, қазір келіп шығарып жатыр. Үйде есеп шығарады. Сіздер білесіздер, әрбір қазір заманда әрбір оқушы өзінің жеке мұғалімі бар, ол репетитор, центрлер бар ашық. Ал мен табысты мұғалімім, өйткені менің әрбір оқушым ешқандай центрге бармайды. Тек менде ғана оқиды. Тек менімен ғана жұмыс жасайды. Және қазіргі заманға сай мен табысты деген себебім балалардың сөзімен сөйлеу керек. Лайфхак дегендермен. Мысалға сіздер бір мысалды ғана көрсетіп тұр мына жерде. Математика түсінеді, оны тригонометриялық функциялардың ширектердегі таңбалары. Все студенты требуют каникулы. Все деген жерде барлық тригонометриялық бірінші ширекте барлық тригонометриялық функциялар оң. Студенты дегенде тек қана синус сәйімен бастап тұрғанда синус қана оң. Келесінде требует тангенс оң. Каникулы деген жерде косинус оң. Балалардың осындай лайфхактар жасасаңыздар, балалар сіздерге тартылады. Енді екінші, мен неге табысты мұғаліммін? Мен табысты болатын себебім, мен ешке қателіктен қорықпаймын. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бала велосипед теуіп үйренеді, суға жүзіп үйренеді. Олардың стресстері үлкен адамға қарағанда өте көп, бірақ олар оны одан өтеді. Біз бәріміз бала болдық, бәріміз өттік. Ал біз өзіміз қателесуге қорқамыз, ұяламыз, бір критикаға түсіп қаламыз. Ондайда болмайды. Мысалға, мен статистиканы ең бірінші бастап өткен кезде керемет қылып өтіп жатырмыз. Үйге келіп қарасам, қате беріппін мен. Жиіліктер тығыздығын қате беріппін гистограммасын салған кезде. Түсін классына келіп ертеңді айтам, мен кешіріңіздер десем, я біз көрдік, просто сіз такой керемет неме беріп жатсыз да, сабақты үндемей қоя салдық дейді. Балалардың өзі менің қателігімді тапса, бала тақтаға шығып қате жасаса, ол сол қателігін бірге жүргізсе, ол керемет, сондықтан қателіктен еш қорықпаңыздар. Менің табысты болған жерім осы. Келесі. Бәріміз де репетитор болдық. Ендіға дайындайтын баланы 7 класстан бастайықшы деген кездері болды. Мен әрбіреуің табыстысыздар, өйткені сіздер ендіға дейін баланы 4 деген бағаланғанға шейін дайындайсыздар. 5 жылдық оқуды сіздер 1 жылда беріп шықтыңыздар. Ал енді біз айтамыз, жоқ, бағдарлама көп, біз үлгермейміз деп айтамыз. Мен табыстымын, өйткені мен 1 жылдық материалды қайталай беріп, жарнама сияқты қайталаймын телевизорда. Қайталағаннан есіңізде қалады. Мен бір тақырыпты мысалы түсінбесе, кішкене төмен түсем, түсінбесе төмен, 7 классқа дейін, 5 классқа дейін түсаламын. Қайтадан көтере аламын, өйткені маған 1 жылда бағдарламаны беруге болады. Артық қайтуға қорықпауымыз керек біздің. Астындағы слайдта шынымен де болады, менде профессор дегенде 2 қажет жаза ма, 2 комиссия дегенде қажет жазады деп.
айтамыз. Біз де бірге оқуымыз керек. Сол кезде табысты боламыз. Мен табыстым, өйткені мен мұғалімдер арасында олимпиадаға қатысып көрдім. Жеңілдім. Мен табыстымын. Мен жыл мұғаліміне қатысып көрдім. Жеңдім. Әр оқушы дәл солай болу керек. Жеңе білу керек, жеңіле білу керек. Жеңіле білсе, ол бала келесі жолы өзінің жеңетінін біледі. Келесі слайд. Бұл керемет. Мен табыстымын, өйткені оқушыларды әрбірсіне мақтайды. Мен бақылауды тексерген кезде жасыл пастамен тексеремін. Жасыл паста дегеніміз не? Мен баланың дұрыс шығарған жерін белгілеп отырамын. Қате шығарған жерін белгілемеймін, дұрыс шығарған жерін белгілеймін. Өйткені бала ертең маған фидбак, кері байланысқа келген кезде мен оған дұрыс шығарған жерін көрсетсем, ол еш уақытта ұмытпайды оны. Қате жерін тақта мен көріп тұрмын, оны қайтадан мен қалыптастырушы баланы жөндеп аламын. Мен дұрыс жерлерін көрсетсем, ол еш уақытта ұмытпайды. Қате жерін көрсетсем, ол тығылады керісінше. Одан кейін, тағы да бізде үлкен сұрақтың жерде, я не обязан любить детей, я должен их учить. Мен табысты мұғаліммін. Мен балаларды біріншіден біз тәрбиелеуге тырысамыз. Математика ол математика, біреуге керек емес одан кейін. Әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, бірақ мен түсіндіремін. Маған бір ата-ана келіп айтады, оқы деймін, балам оқымайды деймін. Мен айтамын, оқы дегеннен ештеңе шықпайды, бірге жанында отырмаса. Мен айтады, ол бала не то, что мен оны тісін жүргізе алмаймын дейді. Мен ой кетті маған. Қалай жүргізуге болады? Келесі сабақтарға келген кезде мен былай айтайын. Сіздерде бір история. Сіздерде не бар? Бір бутерброд бар. Кешке жақын сіздер шкафтың ішіне тастап қалдырып кеттіңдер. Таңертең жеуге невозможно ол. Вот, сіздер кешке жақын сіздеріңізді ұстасаңыздар, түні бойы 36 градуста жатады, ауыз астамақ. Десем, ата-анасы ертеңінде жүгіріп келіп, ана бала күнде үш рет жуандық қамшылайды. Сондықтан біз баланың тәрбиесіне көңіл бөлеміз бірінші. Оның математикасы. Тәртіп болған жерде, тәрбие болған жерде бізде ғылым болады. Сондықтан, және мен табысты мұғаліммін. Өйткені өзім 20 жылдығымда осыншама қауым жиналғанына рахмет сіздерге.